Өздеріңіз білетіндей, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес Таза Қазақстан акциясы үздіксіз жүріп жатыр. Ол Қазақстанның бәр өңірлерінде, енді бүгін Маңғыстау облысы әкімінің тапсырмасына сәйкес біздің өңірімізде де өтіп жатыр. Міне дене шынықтыру және спорт басқармасы және осы басқармаға қарасты мемлекеттік мекемелердің барлығын осы теңіз жағасына жинап, үлкен көлемдегі сенбілік өткізіп жатыр. Әрине, қаламыздың және еліміздің таза болғаны ол өзіміз үшін керемет дүние, үлкен жауапкершілік деп ойлаймын. Рахмет.